Кенжебай Смағұлқызы, осы біз сізбен әдебиет және өнер музейінің қара шаңырағында кездесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Сізді жұртшылық қолөнерді дамытушы, үйретуші, ата-баба мұрасын халыққа жеткізуші ретінде таниды. Осындай бір мерекелі күнде кездесіп отырмыз ғой, мерекелі таңда. Осы ата мекенге, тарихи отаныңызға оралуыңыздың өзі, осы жерде қоныс тебуіңіздің өзі тәуелсіздіктің арқасы ғой. Осы бүгінгі таңда тәуелсіздіктің 30 жылдығын тойлағалы отырмыз. Бұл сізбен бізге ортақ мереке. Сол мерекемен құттықтай кетуге рұқсат етіңіз. Ал енді менің бірінші сұрағым, осы қолөнер тақырыбында сөз қозғаймыз ғой бүгін. Осы қолөнер бұйымдарын жасауды неше жасыңыздан және кімнен үйрендіңіз? Мен енді бұл қолөнерді жалпы бізде мұғалімнен үйрендім, сондай мындай деген болмайды. Біз анамыздан үйренеміз. Мен 10 жасымнан бастап шешемнің істеп отырған осы қолөнеріне қызығушылық таныттым. Ол кісі жіберсе жүгіріп барып ере қоядым, ол кісі кестетсе біздің жұлып алып өтіртшінде теге қоядым. Солай үйрендік. Біз енді жасымыздан қолөнерге жалпы жуық адамдармыз. Мен өзім осы Монғолия елінде туып өстім, орта мамандымын. Содан кейін мен өзім қолөнерден дегенде мынау кілем тоқу фабрикасында соның курсын оқып, сол кілем тоқу фабрикасында қанша жыл жұмыс істедім, қаншама атақтар алдым, қаншама медальдар алдым. Ең бергісі Горный Алтайда мына Россияның Евдокия Ворошина деген әйелмен 5 жыл шартпен жұмыстадым. Горный Алтайдың Россияның да депутаттың несін алдым 5 жылдық. 3 рет депутат болған адамбын. Ең соңында 86 жылы Ұлы Құралының депутаты болдым 5 жыл. Солай еңбегімнің арқасында осы талай жерді көрдім, талай жерге бардым, осы қолөнермен біраз жүрдім. Енді 92 жылы, 91-ден бастап мынау атбасын өзіміздің атамекенге бұрды ғой халқымыз. Содан біз жолдасымыз екеуміз ойланып отырып, бұл балаларды енді мында қалдырмай, өзінің еліне, өз жұртына табыстайық деген ниетпен 92 жылы мен алғаш балаларды алып осы Қазақстанның Көкшетаудың осы мына Айсар деген совхозына келдім. Осыған келгеннен кейін менің осы қолөнерімді бағалап еңбек мұғалімін алды. Сол еңбек мұғалімі болып істеп тұрдым 6 жыл, 7 жыл. Содан енді осы қиыншылық замандар болған кезде біз қалай жасадық? Бақытгүл деген кенже қызым екеуміз тоқыма тоқыдық, терме тоқыдық, киім тоқыдық, енді осы бәрін жасап ақша болдырдық шын айтқанда. 98 жылы осы Көкшетау қаласына ат басын бұрдық. 98 жылы осы Көкшетау қаласына келіп, осында Дархан Жәмчин деген кісі бар, тағы да біздің жақтан келген оралман. Қолөнердің үйірмесін ашатын болып осында келгенбіз. Содан мен кілем тоқи бастадым бұрынғы үйреншікті. Абылайхан атамызды бастап тоқыдым. Назарбаев елбасымызда тоқыдым 2 рет. Енді біраз министрлер тоқыдым, мен өзім мақтанып айтқаным емес. Осы көсемдердің барлығын тоқып қаншама жыл еңбек жасадым. Сәтбаевтан қанша тоқыдым, өз аузыма түспей жатыр. Көп кісілерді бейнесін тоқып, осылай балаларды оқыту үшін сол қиыншылық заманда солай күн көріс ақша тауып отырдық. Ал енді бұл енді қолөнерді мен осы жерге келгеннен кейін біраз жыл жұмыссыз қалдым. Жаңағы кілем тоқып, чи орап, сондай жұмыстармен мынау суретшілер одағында Гүлнар Мұқжанова деген келіншек екеуміз 2 жылдай чи ораумен айланысып, гәбилен тоқып, солай тағы да біз енді күн көріс көзін көргенбіз. Сонда гәбиленді мен сол кімнен үйрендім? Гүлнар Мұқжанова деген әйелден үйрендім. Бұны енді қазағымыз тақыр кілем деп атайды ғой. Гәбилен деген сөз енді басқа терминесі білесіздер. Сол еліне тақыр кілемдің, мен түкті кілем тоқып жүрсем, мына тақыр кілемді үйреніп, осыдан қаншама білем. Оқушыларға үйреттім, студенттерге үйреттім. Мында енді мен өзім осы жерде мына школ, қазақ жетіңіз. Мына қазақ мектебі бар ғой, 20 нешінші мектеп деп атайды өзі.
ішпел интернет деп қойса. Сол мектепте мұғалім істедім бір 5-6 жыл. Сол жерден пенсияға шықтым. Сол кезде де қаншама дүниелер жасадым. Сол мектепке бір әдемі нәрселер жасап бердім мысалы. Енді пенсияға шыққаннан кейін мен қарап отырғаным жоқ. Осы музейлердің барлығына жұмыс жасадым. Деп айтсам өтірік емес. Мына облыстық музейде қаншама жұмысым бар. Мынау халықтық музей деген бар ғой, халықтық музейде онда қаншама 2-3 чий, сырма, қаншама дүниелер жасап бердім, терме жасап бердім. Мына облыстың өзінде де солай. Ал енді мына өзіміздің қазіргі мына тарихи өлкетану осы тарихи музейімізге де біраз еңбегім сіңді деп ойлаймын. Өйткені бұндан 3 метр чийін орап бердім, сырмағын жасап бердім, термелерін тоқып бердім. Енді қарап отырғам жоқ, жасым болса енді негізі демалатын жасқа келіп қалдық қой енді. Сонда да баяғы үйде кішкене қарап отырмайын, осы бірде мен айланы бермек болдырайын деген ниетпенен жасаймын ғой. Петропавлдың музейіне де қаншама дүние жасап бердім, музейдің жаңасынан ашқан кезде. Енді сол мына достық үйінде ашылғаннан бері қарай соның қарауында жұмыс жасаймыз. Көрмеге шығамыз, нәрселеріміз сатамыз. Мысалы, мынандай конкурстер болады, соған қатысамыз деген сияқты. Әлде де сонда жұмысым жалғасып келе жатыр. Мен өзім осы атамекенімізге келгеннен бері қарай қаншама жерге бардым, қаншама сыйлық алдым. Атап айтсам, тәуелсіздігіміздің 10 жылдығында Алматыға барып, 2-ші орын алып келдім, республикалық. 2004 жылы Сұрғылт қаласына барып, осында киноға түсіп, осындай бұйымдарымменен және де жүріп келген жағдайым бар. Түркістанда болған халықаралық 2008 жылы 3-ші орынға ие болдым. Онда тағы да қаншама елден қол өнердің жарысы болды. Соған бардым. Сол сияқты енді бармаған жерім аз, Ақтөбеге де бардым, біраз жерлерге барып осы қол өнердің арқасында. Осында келгеннен кейін жұмысым солай жүріп жатыр. Жақсы, өмірім ризамын. Кенжебай апай, осындай бір жұбайыңыз екеуіңіз батыл шешім қабылдап атамекенге оралғандарыңызға рахмет. Енді жаңа гобелен деп айтып жатырсыз ғой, тақыр кілем деп. Бізге осы көрсетуге әкелген екенсіз, жұмысыңызды. Мен байқағаным Борабайды бейнелепсіз, осы бір гобелен туралы айта кетсеңіз бізге, қалай жасалды, жасалу жолы, техникасы қалай, жібін қайдан алады деген сияқты. Бұл енді бұл гобелен дегенімізді, бұл тақыр кілемді жасау установы болады өзінің. Мысалы, кергіш деп айтамыз қазақта. 4 күш ағаш басына аяғына 5 мм-ден чеге қағылады. Осы чегеменен көлденең жібін орап аламыз. Орап алғаннан кейін және көлденең жіптен өткелмелеп отырамыз. Бір жіп тастап біреуін. Сонда мынау жаңағы мына жіптердің біреуіңменен кәне болмайды. Мысалы, мына чыбарлап тоқудың өзінде мән бар. Егер біреуің болса, бұл енді қалай болады енді бір не болып қалады. Сондықтан мынаның өзінде жасылдың өзінде 3 себеттен тұр міне. Мысалы, міне неше себеттерді араластырып, өңдерін біріктіріп, солай жасаймыз. Тұзым болғаннан кейін, жаңағы міне бұны көрнекті болу үшін шашағын төгеміз. Жаңағы мына басына мынандай ағашқа байлап, несін байлаймыз. Енді мынандай кішкене шашақтарын екі жағына былай көлем беру үшін, сән беру үшін деген сияқты. Солай жасалады, технология сондай. Жақсы, рахмет. Менің бір тағы байқағаным, жаңа айтып кеттік қой біздің экспозиция залында сіздің ши тоқу шиіңіз тұр деп, содан бір өзімнің байқағаным, осындай бір сіз деген тек түстерді теріп, қызыл түспен сәйкес келдіріп тоқи салмайсыз, өзінде бір мән бар, бір тарихи оқиғаны бейнелейді екенсіз, мен өзім ши тоқудан байқағаным. Осындай бір сізге не шабыт береді және еңбектеріңізде қандай тарихи оқиғаларды көбінде бейнелейсіз? Бұл енді бөлегі бізде қазір мына өзіміз Қазақстанымызда 4 жақта 4 бөлексі жіптің өңдерін кездестіреді. Мысалы, Чымкентте анау жаңағы Алматы жақ қалай жасайды? Ашық өңдерменен былай айқастырады. Біздің батыс жақ, мына солтүстік жақ қалай? Бұлар күңгірт, мысалы, ашық қызыл емес. Мынандай енді күрең дейді ғой қазақша. Мынандай күрең өңдіп кезек береді, мысалы. Сол сияқты мынандай енді өте ашық болдырмас үшін
мынау жаңағы көк жіпке мынау көк жіптің мына ашық көгін кіргізгенде арасына ақ кіргізгенде бір бөлек өң шығады. Мисал, қазір міне ақ пенен көкті араластырған мынау ашық көк пенен ақ. Егер мынау ашық көк пенен ақ болмайтын болса, не бірыңғай мынау бір енді бір қызық тұйық өң шығып қалады. Мисал, мынау да сонымен қара көкке мына ақ көкті араластырған жағдайда мынау былай меңлі болып тұрады. Жасылдарда мисал. Енді мына чиге келсек, чиде де солай. Енді бұл енді анау жаңа сынтасың бар, көлеңкесі бар, сынтасың домалақтап жалғыз өңменен істей салсаң, ол дұрыс сынтас болмайды мисал. Оның көлеңке жағы келеді. Оның жаңа мына жерде ашық өң келеді. Оған сәйкесетін өң келеді мисалы. Соның барлығына мисал енді сөйтіп ойланып, зерделеп, қалай болса деп, қалай жасады екен деп отырып, солай жасаймын енді. Жақсы, рахмет. Менің келесі сұрағым, біз білеміз ғой, қазақ қолөнері бір ежелден, ертеден келе жатқан қолөнер. Қазіргі қолөнер мен ертедегі қолөнерді салыстыру қиын-ақ. Сонда да сіздің өзі қазіргі қазақ қолөнеріне деген бағаңыз қандай? Қандай баға бересіз қазір қазақ қолөнеріне? Біз енді қазақ қолөнері дегенде енді негізі жамандап айтқаным болмайды, енді ұмытылып кеткен дүние. Қазір қайта жаңғырып жатыр деп айтуға болады. Өйткені біз алғаш 92 жылдар келгенде мұндай қазақ қол өнері тұр ғой, қазақты білмейтін болады. Шын айтқанда. Біз келдік, болғандай ойбай, керемет, күшті деп айтады біздің адамдар. Бірақ та істей алмайды. Біздің үйімізді қандай жайнатып көшіріп алып келдік мысалы. Соны біз енді соның барлығын ойлап отырсақ. Қазір енді қазіргі деңгейге келгенде қазақтың қол өнері недәуір жақсарды деп айтады. Жақсарып қалды енді. Енді қазір бұрынғы ескі қазақтың қол өнеріне заманауи деп бір келтіретініміз болып келді қазір. Сондықтан мынау жаңа шыққан жаңғырту менен кейінгі қазақтың дәстүрлі дүниелерін бүйтіп айқастырып, араластырып деген сияқты. Қазір осылай. Жақсы. Осы жаңа заманауи қолөнер деп айтып қалдыңыз, осы бір заманауи қолөнершілердің туындысы қазір сұранысқа ие ма? Сұраныс бар ма ол қолөнерге? Сұраныс бар, әрине бар. Қайсысына да сұраныс бар. Жақсы. Осы бір қолөнершілерге мемлекет тарапынан бір қолдау бар ма? Мемлекеттен көмек бір аласыздар ма? Сіздерді қолдап, құттықтап, қолпаштап жатады ма мемлекет? Бізде бұрын ондай болмаған. Қазір мына соңғы жылдарда бір сондай бір қолдаудар болып жатыр. Мен енді оны мақтамайын, шайнен айтып кетейін деп отырғаным, бір мына Атамекен дегеннің бастығы Темірмет жігіт шақырды. Орыс жігіт екен, қазақша солдай сөйлейді. Сол кісі маған бір не көрсетіп беріңіз деп мен Чиорауда барып көрсетті. Сол жерде чиді менімен қосылып, орап, ана кісі бүйтіп отырып, сұхбаттасып осылай отырдық. Телевизор шақырды, бәріне түсірді. Сонан кейін ол қайырымдылық қорына не бересі апайды көрсе, мен бір кішкене подарка жасаған немді беріп кеттім сол жерде сол кісіге. Сосын ол кісі айтты, сізге мен мынау Атамекенде осында 250 мыңнан 500 мың не бар, қолдау бар сіздің. Болмаса мына недеріңіз сатып алуға келеді. Осының курсіне өтіңіз, тізімделіп кетіңіз, оқымасаңыз да артынан сертификат алдырып беремін дегенді айтты енді осы. Мен астына жібердім. Қыздарға барсам айтады, жасың асып кеткен, оқи алмайсың. Қызым дертіп барсам айтады, ол жұмыста болмайды. Жарайды, көрші. Бұрында күн көріп келген деп соны білеміз. Өзім ақшама сатып алам, өзім жасай. Сатқан сатам, сатпаған соландарда көрмеген жасап жүремін. Соңғы кезде мен заманауи деп айтпақшы, мынау кигізді ұрын біз үлкен кигізді басып, оның бояп, ойыстырып сымақ жасайтынбыз. Қазір осында да бір сымағым бар жасап. Енді қазір біз киім жасайтын үлгіге түсіп кеттік. Не соңғы кезде мен киім жасаумен айналысып жүрмін. Қазақтың ойылып желеткісін, тымағын, қолғабын, тәптішкесін деген сияқты. Байпақ, не деп айтамыз. Мысалы, соларды жасап жүрмін қазір. Бірақ та мен оны жасайын деп бір кісіге беремін де сатқызам, жасап жүрмін. Оны мен анаған барып біреуін алшы, мынаған алшы деп жүрмейін. Астанада сатып беремін. Өз таныстарыңыз арқылы, өз еңбегіңізбен арқылы ғана. Жасап барып қоя беремін, ол ақшасы саған. Сонда енді кішкене
келсем ештемеге жетпейді ғой, белгілі ғой, тамақ пен үйінің бәрі. Мысалы, қымбат, үлкен үйіміз, келін деген кісі көп деген сияқты. Сондықтан кішкене әйтеуір енді көзіміз бар, қолымыз қазір жақсы болып тұрған жағдайда кішкене қосымша сондай жұмысымыз бар, істеп отырады. Иә, жарайды, осылай өз еңбегіңізбен тауып, осылай қолыңыздан қуат кетпесін, апам. Осы бізге гобеленнен басқа тағы да алып келген екенсіздер бұйымдар. Енді біз жастарға бір-екі мастер-класс көрсетіп жібересіз бе? Бір-екі тоқып, қалай істейді, тағы да бір осы бұйымдарыңызбен таныстырып. Мастер-класс дегенде мынау қазір бәрі дайын пісіп тұрған дүние мынау. Қазақта айтады ат қоржын деп. Мынау аттың екі жағына салып қойып, жол жүрген адамдар екі жағына тамағын, киімін салып жүретін бұрынғы заманнан бері келе жатқан қоржын. Бұл термеден тоқылған. Бұның технологиясы тоқу деген өте қиын. Бұның тоқу деген енді бөлек нәрсе. Енді мынау кішкентай менің ұстап отырғаным қазақтар аяқ қап дейді мынаны. Бұның өз өлшемі кішкене болса да, мынау осылай үрімі дегенім ғой. Мынау бізгестемен жасалған деген. Бұрын көшпенді болған біздің қазағымыз осыны керегесінің басына іліп қойып, мынаның ішіне аяқ табақ чынадарын атыстарын салып жүрген. Сонан кейін бұл опамай ішкар емес, сынат дейтін немен емес, біз сияқты нелері жоқ, осылай көшіп жүре берген. Соған мынау қолайлы, мынау сол аяқ қап деп аталады. Мен енді бұны кішкене сендерге көрсету үшін мынау шашағы қолдан төгілген. Мына жіптен иіріп, біз өзіміз қолмен, мына қолмен айқастырып отырып, мынаны бүйтіп төгеміз. Бұл жаңағы магазиннен алған емесіне бүйтіп қарағаса, жүн жіптен жасалған. Енді мұны мен көрсетейін деп ойлағаным, мысалы енді мынаны, мынау жаңағы шашақты, мынау істеп болғаннан кейін, бүйтіп мына жеріне бүйтіп тігіп қоямыз. Мысалы, мынау ақ нәрсе болғаннан кейін, мынаны сөгіп, мына шашағын бөлек жууға болады деген мағана менен машинамен тікпей, бүйтіп мынаны жапсырып отырамыз. Енді жаңағы, бұл да енді қол жұмыстың бір түр, инемен жасау мысалы, мына шашағын былай тігіп отырып. Енді сәндік болсын деп, міне жылтырақты жапсырып қойғам енді. Сәндік болсын деп, әйтпесе басқасы қол жұмыс. Бұл бізгестенің өзін қазір біле беретін кісі аз. Біле бермейді кісілер. Неге дегенде, бұның өзінің дағы технологиясы бар. Бұны кергішке керіп қоямыздағы жаңа ілмек біз дейді ғой. Сонымен мына жіпті бірден-бірден бүйтіп отырып тігеді. Өтте мұнаның есі қиын. Қазір мұнан тоқып отырған неменен видеосы бар менде, чий орап отырған видеосы бар. Қажет болса, аңғаларыңа болады. Жақсы, рахмет. Енді менің бір келесі сұрағым, біз өзім экскурсовод болғандықтан экскурсия жүргізу барысында сіздің, яғни шет оқуды көрсетемін ғой, сол кезде айтамын ғой, біздің жерлесіміз қазір таңда Көкшетау қаласында тұрады деймін ғой. Келушілер көздері жайнап, бір қатты қызығушылық танытып жатады. Осы орайда интернеттік желілерде, әлеуметтік желілерде осындай шетелдіктердің осындай бір қазақ қолөнеріне қызығушылығын көп байқаймыз. Сол орайда сізден бір осылай шетелден тапсырыс беріп, сатып алып жатқан жағдайлар болды ма? Оны енді мен шетелден тапсырыс берді, сатып алып деп өтірік айта алмаймын. Шетелден тапсырыс берген жоқ. Өйткені мен анау техниканы жақсы меңгере алмаймын, шын айтқанда. Жасымыз келіп қылған адам ғой енді. Жаңағы Инстаграм дейді, оған салат, жариялайды дегендерге мен жоқ. Сосын екінші мен тілге жоқ. Мен мына қазақша зырылдағанымен орысша мен сөйлей алмаймын шын. Ешкімнің айтқан түсіне алмаймын. Сондықтан анау сақау адам сияқты, мүгедек адам сияқты ештемеге ашылып сөйлей алмайсың, ешкімге ашылып айта алмайсың. Менің ең бір қор болған жағдайым осы. Мына жасымыз ұлғайып келгеннен кейін біз орысша жақсы ұға алмадық. Сөйлесек теріс сөйлейміз. Онан балалар қойыңызшы сөйлемеңіз дейді. Мысалы, бір магазинге барып, нәрсе алсаң, немерелеріміз ере барады да, апа мен айтайын, сіз тұра тұрыңыз, сіз нәрсе айтасыз дейді. Мен осындай қалдамыз ғой қаға. Сондықтан мен ана телефондағы жаңағы менің бәрін қолдана алмаймын. Сол кішкене немерем бар үйде. Соған анан түсіріп бер, анан жіберіп бер. Жұмсайтын сол. Жақсы, рахмет. Қазіргі таңда енді
қазақтың бір басқа тілді білмеу айып емес шығар, өз ана тілін жетіліп бір біліп жатса да сол бір үлкен мәртебе болып отыр ғой біздің қоғамда. Енді менің келесі бір сұрағым, біз мысалы кішкентай кезімде өзім әжем ұршы қиырып, жүн тоқып жататын. Ал мектептен қайтып келе жатқанда балалық шағымызда киіз басып жатқан келіндерді, апаларды көріп жататынбыз. Бірақ қазір соның ізі де қалмаған ғой, мүлдем байқалмайды. Сол жағынан сұрақ қойайын деген едім. Осы бір қолөнерді дамыту үшін, солай бір қазіргі жастарға сіңіру үшін қандай еңбек ету керек, не істеу керек сонда? Бұл енді қазір мен өзі осыдан енді 10 жыл, 15 жыл бұрын жастаумын ғой, шын айтқан. Мен сол кезден бастап осы әкіметке арыз тастадым. Мына неге достық келгеннен кейін, мына достық үй орнағаннан кейін, мұнда әртүрлі ұлттар жасап отыр ғой. Осыған бір қазаққа бір 10-20 мың теңге қимады Қазақстан, шын айтты. Осыған бармаған жерім жоқ, бәрін айттым. Мынаны мен ұлғайтайын, мынаны мен үлкейтейін, оқушы тәрбиелейін, әйелдер тәрбиелейін. Осыған бір қолдау болған жоқ. Сондықтан мен өзім жанымнан шығарып, халықтан маған 5 теңге бер, сен 10 теңге бер деп шақырып істейткен өзім дәтім бар. Сонымен осы жұмыс жабылып қалды. Егер содан бері қарай болса, мына жұмыстар баяғыда көтеріліп кететін еді деп ойлаймын. Университеттерге шақырады, 2 сағат, 3 сағатқа мысалы көрсетеміз, мынаны көрсетеміз, мынаны көрсетеміз, мысалы. Енді шебер класс дейміз, сондай ғой енді. Баяғы іштеме жоқ. Бір кішкене подаркасын беріп алдап шығарады, ана жер шақырады, көлес шақырады, мектеп шақырады, баяғы. Соныменен негізінде мен өзі шынын айтсам, өзі тегін жұмыс істеп жүрген адаммын. Кенжебай Смағұлқызы осы біздің шақыруымызды қабыл алып, қолөнердің қыр-сырымен бөлісіп, бізбен әңгімелесіп, уақытыңызды жұмсағаныңыз үшін көп рахмет. Сізге қажымас қайрат, денсаулық және шығармашылық табыс тілеймін. Әмин, рахмет.